Елдің батырының қай шаруасын бай қалды екен. Қабағынан қарарыла жаңбыр жауып тұр ғой. Әзілдегеніңізді қойыңызшы, онсыз да көңіл күйім жоқ. Солай де, неге көңіл күйің жоқ? Ата, кейінгі күндері мектепке мүлдем барғым келіп жүрген жоқ. Апайым да қатал болып кетті. Олай деуге болмайды. Неге болмайды, ата? Сонда біз өзіміз қалаған нәрсені жасай алмаймыз ба? Ақылдым сол. Еліміздің заңнамасында көрсетілгендей, жасы жеткен әр бала мектеп қабырғасынан білім алып шығу керек, балам. Өйткені біз әрбіріміз тәуелсіз еліміздің заңнамасын құрметтеуіміз керек. Егер айналайын білімің жоқ болса, қалай ел басқарасың, а? Мен анау көрші шалдарға сені мақтап жүрмін ғой. Олай деме, балам. Сен секілді бүлдіршіндеріміз уайымсыз білімдерін алып отыр. Ал сен болсаң, оқуға бармаймын дейсің. Ал енді осының дұрыс па, балам, а? Олай деме. Ата, түсіндім. Сіздің үмітіңізді ақтаймын. Елдің азаматы боламын. Тәуелсіз еліміздегі әрбір бейбіт күнді бағалаймын. Бәрекелді, жарайсың, балам.